Немен қаптап алдыңыз өзі мынау? Не деген материал деп жетпей қалған бірдеңкелер болса, айта салыңыз заранее. Нандай керек, окантовка, наружный угол. Енді плюс-минус по-любому болады ғой. Ол жерде сіздер кәдімгідей көріп отырмын, барлығын четкий, грамотно өлчеп, жақсылап четкий қылып жасап жатсыздар. Енді ешкім достар кусокпен кесіп жасамайды. Нандай кусокты бұл кісілер қолданбайды. Неге? Өйткені сіздердің өздеріңіз үшін нандай кусоктар қалады, отходтар. Нандай отходтар қалады, мені қараңыздар. Жатыр отходтар. Осындай отходтарды бұл кісілер қолданбайды. Неге? Себебі сіздің қабырғаңыз көрінісі кірікпеген кезде адам досыңыз болсын, дұшпаныңыз болсын, туысқаныңыз болсын, шалқасынан құлайтындай болу керек қой. Мынау не деген материал? Немен қаптап алдыңыз өзі? Мынау не деген материал деп етіп келіп, ұстап, сипалап, таңғалып кететіндей болу керек қой, достар. Сол себепте плюс-минус болады. Онда элементтері бізде толықтай дерлік бар. Наличие ешқайда барып күтудің қажет жоқ. Бұның барлығы темір болып жүреді. Міне, қараңыздар, металл. Бұны да кесіп көрсет десеңіз, кесіп көрсетейін. Бірақ жігіттердің қолын ұстамай ақ қойын. Міне, өте керемет. Мына жағынан бір көрсетіп жіберейік. Өте әдемі, әсем шығып жатыр. Жігіттер, қолдарың талмасын, Алла қолдарыңа қуат береке берсін, күш қуат берсін. Монтаж жағынан көмек керек болатын болса, міне, Нұржан бауырымыз, мен сіздерге номерін қалдыратын болам. Келеді, өлчейді, барлығын санайды, сіздерге айтып береді. Келсеңіздер, жұмысымен бастаймыз десеңіздер, міне осы жігіттер толықтай дерлік сіздің үйіңізді әдемі қып, керемет қып жасап береді. Өте жақсы, дәл осындай сэндвич панель алғыңыз келсе, Дарстрой компаниясымен бірге Елдос бауырларыңыз хабарласыңыздар, келіңіздер.